Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сүтті қыз тортын дайындайтын боламын. Яғни молочная девочка, көріп тұрғандарыңыздай биіктігі 10-11 см, салмағы 2,5 кг. Ал енді оригинал рецепті қабыл алыңыздар. Бүгінгі бізге қажетті ингредиенттер: жұмыртқа және ерітілген сары май, және де қойытылған сүт, яғни сгущенка, және де ұн, разрыхлитель. Осы бар ингредиенттерді қолдана отырып сүтті қыз тортын жасайтын боламыз. Бұл тортта мен алдымен жұмыртқаларды салып, жақсылап миксерлеп аламын, яғни 3-4 минут. Массамыз сәл көтерілгенше. Бірінші алдымен жұмыртқаны миксерлейтін себебіміз, бізде қамырларымызды духовкаға пісірген кезде биік және пышный болып көтеріледі. Сол себепті алдымен жұмыртқаны 3-4 минут сәл кішкене ағарғанша миксерлеп аламыз. Содан кейін үстіне сары майымызды және де қойытылған сүтімізді қосып, жақсылап бір араластырып шығамыз. Жауапсыз кетсең де сен мейлі, мендегі махаббат сөнбейді. Онымен разрыхлительді бірге араластырып, ұнымызды 3 бөлікке бөле отырып, жақсылап араластырамыз. Мен сенсіз бақытқа сенбеймін, мен сені жоғалтқым келмейді. Бақыттың бейнесі бар сенің жанарыңда. Біздің қамырларымыз толығымен дайын. Мен фольгода пісіретін боламын. Фольго мен пергаменттің ешқандай айырмашылығы жоқ. Сізде қайсысы бар болса, соны қолдана берсеңіз болады. Менде 7 фольгоға бөліп, әрбір фольгоға 5 ас қасықтан бөліп пісіретін боламын. Және де біз корждарымызды осылай қасықтың немесе спатуланың көмегімен осылай дәл видеодағындай жайып тегістеп аламыз. Тұрғандарыңыздай менде 7 корж шықты, және де ешқандай корждарымыз бізде фольгоға жабыспайды, оңай және жылдам тез шешіледі. Ол үшін корждарымызды суытып бірақ аламыз. Менде барлығы бірдей диаметрде болу үшін мен осылай кольцомен кесіп аламын. Менде тортының диаметрі 22. Енді біз тортымызды жинамастан бұрын алдымен кремімізді жасап аламыз. Ол үшін бізге сливки, сахарная пудра және сгущенка керек. Бізде тортымыздың ортасына қолданатын креміміз бөлек және сыртын қаптайтын креміміз ол бөлек болады. Егер де бізде тортымызда ішінде және сыртына қолданатын кремдеріміз бөлек болса, дәмі де өзгеше, сондай бір өте дәмді болады. Ең алдымен бізде сливки мен сахарный пудрамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Айталмай ашылып сөзімді, білдірмей жасырып сезімді. Біз міне көріп тұрғандарыңыздай сливки мен қант ұнтағын жақсылап шайқап болдық. Бізге плотный масса болуы міндетті емес қазір. Ең бастысы миксерлеген кезде миксердің артынан із қалдырса болды. Енді келесі қосатын ингредиентіміз ол бізде сгущенка, яғни қойытылған сүтімізді қосамыз да, енді бізге толық бір келкі және өз формасын ұстайтын масса болғанша енді шайқайтын боламыз. Ол бізде шамамен тағы да 4 минут, 3 минут ұзақтықта араластыратын боламыз. Және де қыздар, біз бір ескертетін жағдай,
Біз әрқашанда кремді араластырған кезде миксерімізді ары бері қозғалтып тұруымыз керек. Және де біз астындағы шашкамызды де жақсылап қозғалтып тұруымыз керек. Көріп тұрғандарыңыздай біздің креміміз жақсы өз формасын ұстайды. Ал енді біз тортымызды жинауға кірісеміз. Тортымызды жинаған кезде 3-4 қасықтан біз кремімізді салып отырып жинаймыз. Мен ары қарай кольцода жинайтын боламын, тортымыз түзу шығу үшін. Және де әр салған коржды бетін ақырын ғана қолмен басып отыратын боламыз. Корждарымызды толығымен жинап болдым, және ең соңғы коржға және де жұқа қылып крем жағып, бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке шамамен 4 сағатқа қоятын боламын. Соғады бұрыннан жүрегім. Біздің тортымыз холодильникте шамамен 4-4,5 сағат уақыт тұрды. Ал енді мен сыртына обтяжкаға крем жасайтын боламын. Ол үшін менің қолданатын творожный сырым Каллях 69%. Ең алдымен осы творожный сыр мен сахарный пудраны бір масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Ол шамамен 3 минут уақыт алады. Осы массаның үстіне енді сливкемізді құйып, жақсылап тұрып миксермен шайқайтын боламыз. Біздің креміміз толығымен өзінің формасын жақсылап ұстауы керек. Оған да шамамен тағы 3-4 минут уақыт керек. Айтылмай ашылып сөзімді, білдірмей жасырып сезімді, армандап аңсадым өзіңді, бір өзіңді. Біздің креміміз толығымен дайын. Креміміз өзінің формасын жақсы ұстайды. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін силиконды күрекшемен кремімізді алып, тағы да бір осылай қолмен араластырып шығамыз. Ол дегеніміз ішіндегі артық ауаларды, воздухтарды алу үшін. Біз енді кремімізді толығымен кондитерлік мешокқа салып аламыз. Холодильниктен алып, енді пышақтың немесе спатуланың көмегімен осылайша кольцоның ішін бір жүргізіп өтеміз. Тортымыз кольцоға жабысып қалмас үшін. Енді тортымыздан кольцоны босатамыз. Спатуланың көмегімен тортымыздың бетін бір тегістеп, және шпатель алып, шпательмен тортымыздың сыртын толығымен бір тегістеп шығатын боламыз. Кремімізді алып, тортымыздың алдымен шетінен бастап, астынан бастап толығымен жағып шығамыз. Алдымен шетіне және қалған кремді бетіне жағып, тортымызды тегістейміз. Алдымен біз тортымыздың бетін тегістейміз. Содан кейін шпательдің көмегімен тортымыздың сыртын толығымен тегістеп шығатын боламыз.
соғады бұрыннан жүрегім. Сүйемін, тек саған ғашық жаным. Білемін, мен үшін Тортымыздың сыртын тегістей отыра тимеген жерлеріне дәл осылай видеодағындай кремдерімізді жағып отырып тортымызды тегістейміз. жетеді жасырғаным, тек сенден соғады бұрыннан. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай тортымызды толығымен тегістеп болды. Мен торттың сыртын осылай гүлдермен әсемдейтін боламын. Ол үшін гүлді біз алдымен фольгомен орап аламыз. Содан кейін барып тортымызға өзіңіздің керек жерлеріңізге салып отыруға болады. Әсемдеу әрине өздеріңіздің қалауларыңызша. Сүт-тұғыз тортымыз осымен толығымен дайын. Осы рецептпен сіздерге дайындауға кеңес беремін. Себебі бұл мастер-класстарда жүрген рецепттердің бірі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.